Қайырлы күн, YouTube каналдың тұрақты көрермендері. Бүгін сіздерге жаңа видео шығарғалы отырмын. Видеоны бастамас бұрын осы каналға жазылып, видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий бөліміне өздеріңіздің жылы лебіздеріңізді білдіріп жазып кетсеңіздер болады. Зоопарктың ішінде мен сіздерге арнап влог түсіруге болатынмын. Сол влогты сіздермен бөліскелі отырмын. Достар, лайк басып қолдау білдіруді ұмытпаймыз. Және де подписка жасауды да ұмытпаймыз. Негізгі атауы зоопарктың зооботаникалық бақ деп аталады екен. Біздер зоопарк деп кеткенбіз. Шымкент қаласында, негізі Қазақстан бойынша үш ақ жерде екен. Бірі Шымкент қаласы, Алматы және Қарағанды қаласында екен. Сол балаларымызды, кішкентай 2 баламыз бар, соларға зоопаркты көрсетуге алып келдік. Неге осындай іші өте кең, біз 2,5 сағаттай араладық. 2,5 сағаттың өзі бізге жетпей қалды. Көбісін дұрыстап көре алмадық. Іші осындай жап-жасыл. Біз қазір енді жаз мезгілінде барғандықтан іші өте әдемі болып тұр. Негізі күзгі уақытта да әдемі болып тұрады. Бұл жерде фонтан, кішкентай балалар ойнап жүр. Біз күн салқын кезде келгенбіз, ыстық кезде келген кезде бұның іші өте салқын болып тұрады. Біз келген кезде күн бұлттанып, ауа райы өзгеріп тұрды. Кей балалардың негізі көбінесе балалармен келеді. Ішінде осындай гүлдер бар. Біз бірінші аюларды көруге келдік. Көп аюлар ішінде ұйықтауға кіріп кетіпті. Көре алмадық дұрыстап. Бірақ бұл жердегі жануарлардың барлығы бір как түрме сияқты. Өйткені көбісі ондай мұңлы, көңіл күйлері жоқ. Сондай болып тұрды. Бұл жерде бізде арыстан, жоқ арыстан емес, қабылан ба, сондай арыстан емес, қабылан. Қабылан екен. Іші де жаз болғаннан кейін ба, білмеймін, өте иіс-лас екен. Бірден жирафқа келдік. 4 жыл бұрын келгем осы жерге, зоопаркке. 4 жыл бұрын осы жалғыз жираф еді. Не ол өсіп кетпейді, не қасына қуыспайды. Бір жирафпен бір есекті қойып қойыпты, ұзындығы қысқалы дегендей. Көбісі енді бұл жерде жирафқа барады ғой. Есекке явно бармайды. Бізде жираф жақына көргенде түсіріп тұрған кезде қорықпайсың да, бірақ жақындап келіп қалған кезде қорқып кетесің. Мына жерде жолдасым қызымды алып көрсетіп жатыр. Кел деп басында қорықпай тұрған кезде жолдасым айтады. Кейін жақындап төбемнен төніп келе жатыр еді. Қорқып қаштым дейді ғой, қызым болған екен дейді. Бұл жерде бізде пони, жылқының бір түрі ғой. Пони деп айтылады. Бұл да бізге бір сағатты таңсық болмады. Күнделікті көріп жүрген кейін. Мына жерде уже біз адамдар аз болды кеше. Жақта адамдар жүр, көп емес екен. Өйткені жаңбыр жауайын деп ауа райы күрт өзгеріп, жел тұрып кеткен еді. Мына жерде бізде аюлар, аю екен, қоңыр аю, аю деп жазып қойыпты. Неге бізде бұл арыстан ұйықтап жатыр. Көп аңдар біз барғанда ұйықтап жатты. Неге екенін баламды алып жүрмін коляскамен. Бұл жерде уже аю. Мына аю бір кішкентай бөлмеге қамап қойған. Не ол бір шыға алмайды. Бір аяп кеттік қарап тұрып. Өте қиын. Аңдарға да стресс болады.
осының ішінде осындай машиналар бар екен, зоопарктың ішінде. Бірақ біз оған отырмадық. Негізі отырып алу керек екен, а то шаршайды екенсің, аяғың талып кетті біздің. Мына жақта біз уже Африка бөлімі дейді. Африка деп жазып қойыпты. Бұл жақта нелер бар еді? Зебра, түйе, страус, түйеқұс, тасбақа, сондайларды көрдік. Бұл жақтан. Мына жақта да құстарға бармадық. Білмеймін, өзіме ұнамады құстар. Жаңбыр жауып басталып жатыр екен бұл кезде. Ағаштың астында тұрдық. Бірақ жаңбыр бәрібір тоқтамады. Қоятын шығар деп тағы да шығып тұрғанбыз. Страусты, зебраны көріп алайық деп. Өзі бір 2-3 екен. Бір зебра, 4 страус, 4 түйеқұс. Бірақ көп емес екен. Уже жаңбыр қатты жауып кетті. Осылай паналайтын жер іздеп тұрмыз. Арғы бетінде бегамот бар екен. Так, жаңбыр тоқтамады, қатты жауып кетті. Найзағай ұрып, күн күркіреп, көктемдегідей болып кетті. Мінекей уже жаңбыр қатты жауып кетті. Біз тұратын орнымызды өзгертіп жатырмыз. Өйткені адамдар толып, көбейіп кетті. Бізге жаңбыр тиіп кеттіміз. Кәдімгідей үстіміз су болды ғой. Паналайтын жер іздеп келе жатырмыз. Мына жерде өзімен өзі жаңбыр жауып жатыр ма, бәрібір су сиыр судың ішінде жатыр. Орысша бегамот дейді ғой. Бегамот жатыр екен. Осы жерге келдік. Осы жерге келгеннен кейін де біз келгеннен кейін тағы да адамдар көбейіп кетті. Неге жаңбыр одан бетер құйып кетті. Қатты жауды. Мына неге тұрайық десек, төбесінде несі жоқ екен, крышасы. Төбесі жоқ, су ағып кетеді екен. Мына жерде тұрмадық. Мына жерде бегамот. Так, уже мына жерде адамдар қайттан көбейіп кетті. Үстіміз кәдімгідей су болды. Видеоға түсірген кезде бірақ әдемі көрініспен күшті видеолар шықты. Шыдай алмай шығып кеттік біз. Бұл жақта уже біз террариумға келдік. Жоқ, тасбақаларға келдік. Тасбақа мен кесірткелерге. Түрлері қорқынышты екен, кішкене. Шығып кеттік. Бұл жақта біз жолдасыммен адасып қалғанбыз, жолдасымыздан, қызымыздан. Кейін хабарласып, бір-бірімізді таптық. Бұл жаққа да жаңбыр қатты жауыпты. Бұл жақта бізде түйелер бөлімі. Түйелер жүреді. Ішінде бір көп емес, сонша жер түйелердікі. 5-ақ шығар. Қателеспін. Страустық екен. Түйе мен страустық. Неге тасбақа және келес дейді. Келеске біз кіріп қойдық. Енді алдымызда террариум дейді. Жыландарға кіреміз. Мына жақтарда уже үйлер түсіп жатыр екен. Зданиялар соғылып жатыр. Новый домдар көтеріп жатыр екен. Бұл жақта бұл террариум бөлімі. Хамелеон не жылан болды. Қорқып, бірақ түсірдім. Өзім жыланнан қорқам. Бірақ сіздер үшін түсіріп алдым деймін. Сол үшін комментарий бөліміне сұрақтарыңызды қойып,
жылы лебіздеріңізді білдіріп кетіңіздер, хотя бы смайлик болсын. Және де лайк басып подписка жасауды да ұмытпаңыздар. Бұл жақта барлығы не көріп жатыр? Крокодил көріп жатыр. Құлдырауын дейді ғой қазақша. Құлдырауынды көріп жатыр екен. Ішінде білмеймін, адам деген көп. Зоопарктың ішінде бұндай адам жоқ, бірақ білмеймін, адамдар сияқты екен. Мынау жылан екен. Қорқып алыстан түсіріп тұрдым. Қызым әлі кішкентай, қызық көріп жабысып қарап тұр. Мына жылан қанша секунд түсірдім мен? 20 секунд түсірдім. Әлі қозғалып тұрады ғой. Неше метр екен? Что-то не знаю даже. Алыстан қорқып түсіріп тұрдым. Мына жақта біз жыланнан шығып кеттік. Аюларға келдік. Жақта аюлардың өмірі сәл жақсы екен, басқаларға қарағанда. Бірақ жаңбыр жауғанысы қиын екен. Ішінде ең көбі аюлар екен. Біз көргеніміздің бұл жақта қасқырлар бөлімі. Қасқырлар, иә. Қасқыр, шиберу деген сияқтылар. Бұл жақта парк бар екен. Шынарлығы болады. Айналып жүрген. Біз уже шаршап қалдық бұл кезде. Жаңбыр неше мәрте жауып, тоқтап, жауып. Жаңбырды ағамыз шығарып жүрді. Мына жақта аққулар, үйректер, қаздар жүрген. Адамдар қайтадан көбейді. Басында жоқ тұғын. Жаңбыр жауған кезде барлықтары тығылып қалды ма? Адамдар тақпайғанлық. Фото, видеолар түсіп жатыр. Фото, видеолар көбісі керек. Біраз уақыт бар. 1 ай, 2 ай, кем 3 ай тұрады. Сосын олар қайтадан өшеді ғой. Осылай блог сияқты өздеріне керекті жерлерді түсіріп алып, салып қою керек. Қайтадан жаңбыр күркіреп басталды. Біз суретке түсеміз бе деп тұрған едік. Жаңбыр жауып кетті. Көп жер қатты жаңбыр жауып жатыр. Тез суретке түсіп алдық та. Қайтадан паналайтын үйлерді іздеп кеттік. Қатты күн салқын емес, бірақ қолымызда балаларымыз болғандықтан ық жерге барып тұру керек дедік. Так, біз уже келесі бөлім балықтарға келдік. Бұрын балықтарға келмеген едім, бірінші рет келіп тұрмын. Неше түрлі балықтар бар екен. Бірақ біз барған кезде уже жабылып жатыр екен. Тез көріп шықтық. Аквариумда жүретін балықтар ғой, кішкентай. Көп балықтар жоқ екен. 10 түрі ғана бар балықтар қойды. Кейбіреуін бір аквариумға салып қойған екен. Бәрін мына жақта бізде скат жоғы. Скат бұлай емес екен. Скат басқасында. Бұл балықтар сәл өзгешелеу. Қызық балықтар түрлері бар екен. Біз көрмеген. Қазір балықтарды қарап тұрсақ, кейбіреуі тас жеп, тасты жұта ма, түсінбейді. Түрлерде сәл қызық екен. Балықты қарасаңыз, аузынан тас шығарып жатыр, жұтып жатыр. Таспен қоректене ма, бірінші рет көріп тұрмын бұндайды. Балықты тағы аузына тас алды. Тас жеп жатқандарын. Қатты білінбейді екен, кейбір болса. Қала. Тағы бір жағына барайық деп едік, тау ешкілер жағына. Ол жақта жабылып қалған екен. Оның ішінде жарғанаттар бар екен. Қолымызда кішкентай бала бар. Маймылдар жағына келдік. Маймылдар, жоқ,
мысық тектес лемур. Осы 2 лемурға 4 лемурға үлкен зданиені беріп қойыпты. Так, біз лемурдан шығып Ақбөкенге келдік. Жаңағы лемурлар ұйықтап жатыр екен. Ұйқыларын бұзбай шығып кеттік. Балам бірінші рет көріп тұр. Бұндайды. Біз Ақбөкендерден де шықтық. Қайтуға дайындалдық. Басында 5-те кіргенбіз. 7-ден аса шықтық 7:30-да. 2,5 сағат араладық. Бірақ көбісі енді жаңбыр жауғаннан кейін бір-бірімізді таппай қалдық. Сөйтіп біраз жүріп қалдық. Негізі 2 сағат жақсы екен. Барлығын көріп шығуға болады. Осындай пойыздар бар екен, кішкентай балаларға арналған. Пока балаларымыз өзіміз ұстап жүрдік. Мына жақта аттракциондар бар екен. Дүкен дейді. Дүкен бар екен. Кішкентай балалардың ойнататын жері. Осындай адамдар көп. Жоқ, оның арқасын очко жинау керек емес па? 7, 80, 10, 20 деген. Жоқ, айтып отырмын ғой, артында сандар бар да ше. Сол көліктер. Мына артында сандар бар ма? Очко емес. Осымен біздің видеоғыз аяқталды. Мына назар көп тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Мынаға жазылуды ұмытпаңыз. Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар.